Менің аты жөнім Құрманбаев Оразғали Нұрзылдаұлы. Ұлттық нейрохирургия орталығында реанимация бөлімшесінде 2014 жылдан бастап қызмет жасап келемін. Дәрігер анестезиолог. Нұрсұлтанға келіп, үлкен жерге келіп жұмыс жасап жүргеніме бақыттымын. Бұған дейін Қызылорда облысында облыстық медицина орталығында реанимация анестезиология бөлімшесінде дәрігер болып жұмыс істеп жүрмін. 25 жыл болды анестезиология, жалпы анестезиология реанимацияда жүргеніме. Біздің барлық операциялар ауыр. Институт бітіріп, ауыл районның больницасына барып, сол жерде жұмыс істегенімде бірінші рет наркоз беркенмін. Науқас жақсы оянды, көзін ашып, жақсы болып кетті, сәуір болып кетті, соған да сол өте қатты қуандым. Бірінші наркозым сол. Анестезиологтар енді батыл болу керек, қамқоршы болу керек, мейірімді болу керек. Ауыр науқастар жатады реанимацияда. Сол науқастарға барлық ем шаралары қолданып, қарқынды бақылау жүргізген сол оң нәтижесін бермегенде сол кезде қиындық туғызады бізге. Егер де осы сол науқастар емін алып, көзін ашып, есін жиып, қалыпты жағдайына келіп, соны көргенімізге бізге өте қуанышты, сәтті жағдай. Кештеріңіз алып тұрған жоқ па? Жоқ. Аяқтарыңыз. Екінші аяқ болды. Дәрігер болуға мен бала кезімнен армандағанмын. Себебі әкемнің інісі дәрігер. Каникул кезінде ауылға барғанда сол кісіні ауруханада жұмыс істейді ол кезде. Ақ халат, басында үлкен чепчик ұзын. Соны көрген қызығатын тұғым. Отбасымда 3 қызым бар. Олар да енді бізден көріп, дәрігер осындай мамандығын таңдағысы келіп, сондай мақсаттары бар. Оған қарсы болмаймын, егер болам деп жатса. Ертең анестезиологтар мейрамы ғой. Сол анестезиолог дәрігерлердің бәрін құттықтағым келеді. Кәсіби төл мерекелеріміз. Ендеріне саулық тілеймін. Семей артында бақыт, береке, қуаныш